Кайырлы күн баршаңызға. Сіздермен бірге көрсетемін. Бүгін бізде мясной пирог дайындайтын боламыз. Яғни салмасында ет пен және де картошка қосылған. Ең әуелі тестісіне бізге қажетті 2 дана жұмыртқа, 1 дана жұмыртқаны түгелдей қосып, екінші данасын ақ уызы мен сары уызын ажыратып, тек қана ақ уызын қосатын боламыз. Сары уызды кейінге алып қоятын боламыз. Сары уызы, яғни пирогымыздың бетіне жағуға қажет болады. Ары қарай менде 1 шай қасық тұз, 180 грамм сары май, еріп тұрған бөлмейтін болса, және де 150 грамм жылы су, сары май ерітіп алып, осылай салып, барлығын араластыратын боламыз. Каналға тіркеліп, келесі видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырау белгісін басып қойсаңыз болады. Жаңа видео салынғанда, яғни сізге бірінші барып тұрады. Менде ары қарай електен өткізілген 500 грамм ұн. Ұнымызды қосқаннан кейін, яғни тестамызды, қамырымызды илеп алатын боламыз. Ары қарай салмасын дайындайтын боламыз. Менде салмасында туралған, уақтап туралған жылқы еті, және де 1 дана пияз уақтап туралған, және үлкен дана, 1 дана, яғни бұл жерде картошка. Барлығын дәміне қарай тұз және де қара бұрыш қостым. Барлығын жақсылап араластырып қоя тұрамыз. Енді біздер қамырымызды жайып алатын боламыз. Ең әуелі қамырымызды 2 бөлікке бөлемін. Бірінші бөлігі кішілеу болады. Бұл яғни пирогымыздың беткі қабаты болады. Ал үлкен қабатын жайып алдық. Енді оны арнайы противенімізге салып, үстіне салмасын салып шығамыз. Противенға менде поклан, яғни пергамент қағазы төселген. Салмасын барлығын жайып алдым. Енді беткі бөлігіне жабатын қамырымызды жайып аламыз. Дайындалуы өте оңай және де тойымды. Пирогымызды осылай бетіне жауып алып, енді жан жақтарын бүріп, яғни түйіп алатын боламыз. Барлық жерін түйіп алғаннан кейін, енді жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығамыз, және де ауа бару үшін, яғни бу шығу үшін ортаңғы бөлігінен жай пышақпен тіліп қоямыз. 220 градуста 1 сағатқа пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын.